Әлі күнге дейін хит болып келе жатқан банафипайдың жасалу жолымен бөлісемін. Дәмі өте нәзік, торт сияқты болып келетін күшті бір десерт. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Қамырының жасалуы өте оңай. Ұнды електен өткізіп, жарты чайный ложка разрыхлитель қосып, үстінен сахарный пудра және бір жұмыртқа қосамыз. Бір жұмыртқаның сарысын қосып, араластырып, өте жақсы жұмсақ тесто жасаймыз. Бұл жерде ең басты мәселе жақсы сапалы майда. Президенттің 82% майын қолдансаңыздар болады. Қамырды қолмен араластырып отырып, біркелкі қамыр жасаймыз. Дайын болған қамырды пакетке салып, тоңазытқышқа саламыз. 10-15 минут тұрса жетеді. Тоңазытқыштан шығарып алып, формамызды дайындап, формамыздың үстіне езіп, осылай песочное тестамызды жайып аламыз. Үстін вилкамен басып шығамыз. Тестамыз көтеріліп кетпеу керек піскен кезде. 160 градуста 20-25 минут ішінде пісіріп аламыз. Кремнің жасалу жолы өте оңай. Творожный сыр 100 граммды үстінен сахарный пудра қосып, миксермен араластырып аламыз. Холодильниктен шыққан 33% сливкидің 200 граммын өлшеп алып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бірінші аз скоростен бастап, жоғарылатып, скоростты жоғарылатамыз. Дайын болған кремімізді кондитерский мешокқа салып аламыз. Видеода көрсетілгендей бананымызды алып, турап оны дайындап қоямыз. Вареный сгущенка, жақсы вареный сгущенка қолданғандарыңыз дұрыс болады. Либо винка, либо деповский. Пештен шыққан тестамызды суытып қоямыз. Әбден суыған кезде үстінен вареный сгущенканы жағып, оның үстінен бананды қойып, үстінен кремімізді видеодағыдай орналастырамыз. Қамырымыз қатты болмас үшін алдында айтылғандай жақсы сары май қолданғандарыңыз өте дұрыс болады. Майдың сапасы өте жақсы болу керек. Өте дәмді пирогтардың бірі, отбасыларыңызға жасап қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған меруерт, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Әрдайым жақсы рецепттер мен бөлісетін боламын.